Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге мен Бауыржан және аксиома дайындық курсы. Өзен бойымен қозғалысқа байланысты мәселе есептерді шығаруды жалғастырамыз. Мынандай бір есеп берілген. Қайықшы ағысқа қарсы жүргендегіден өзен ағысы мен 16 километр қашықтықты 6 сағат жылдам өтеді. Өзен ағысының жылдамдығына қарағанда, тынық судағы қайықтың жылдамдығы 2 километр сағатқа артық. Тынық судағы қайықтың жылдамдығы мен өзен ағысының жылдамдығын анықтаңыз. Осы берілген есепте берілген шарттарды теңдеу түрінде жазып көрейік. Сонымен, өзен ағысының жылдамдығына қарағанда, тынық судағы қайықтың жылдамдығы 2 км сағатқа артық дейді. Тынық судағы қайықтың жылдамдығын біз меншікті жылдамдық деп алайық. Тынық судағы қайықтың жылдамдығын меншікті жылдамдық деп алайық. Ол меншікті деп алайық. Сонда бізде өзен ағысының жылдамдығына қарағанда, тынық судағы қайықтың жылдамдығы 2 км сағатқа артық. Яғни, ағыстың жылдамдығына 2 км сағатты қосқан кезде бізде меншікті жылдамдық шығады деген сөз. Екінші жағдайда, қайықшы ағысқа қарсы жүргендегіден өзен ағысы мен 16 км қашықтықты 6 сағат жылдам өтеді. Егер 16 км қашықтықты ағысқа қарсы жүретін болсақ, бізде сол уақытты табу үшін төттен бізде S бөлінген болады. Яғни 16 километрді жылдамдыққа бөлеміз. Ал бізде қарсы жүргенде жылдамдық меншікті жылдамдықтан ағыстың жылдамдығы азайтылады. Бұл бізде қарсы жүргендегі уақыт. Осы уақыттан бағытта жүргендегі бойымен жүргендегі немесе бағытта жүргендегі уақытты азайтқан кезде, ол бізде меншікті жылдамдыққа ағыстың жылдамдығы қосылады. Сол кезде бізде 6 сағат шығады деген сөз. Есептің шарты бойынша бізде қайықтың, яғни меншікті жылдамдықты және ағыстың жылдамдығын табу керек. Осындай теңдеулер жүйесі пайда болды. Берілген жылдамдықтарды жаңа айнымалылар енгізейік. Ыңғайлы болу үшін әрине ағыстың жылдамдығын X деп алайық. Меншікті жылдамдығын Y деп алайық. Сол кезде теңдеуіміз мынандай күйге келеді. X қосылған 2 тең болады Y-ке. 16 бөлінген Y минус X азайтылған 16 бөлінген Y плюс X тең болады 6-ға. Осындай теңдеулер жүйесі пайда болды. Осы теңдеулер жүйесін шешуіміз қажет. Екінші теңдеуге назар аударайық, ортақ бөлімге келтірейік. Бізде Y квадрат минус X квадрат болады. 16-ны бөліміндегі жақшаның сыртына шығарып жіберсек, бізде Y плюс X минус Y плюс X тең болады 6-ға. Осы жерден бізде Y-тер жойылып кетеді. Сонда мынандай күйге келеді. 16 көбейтілген 2X бөлінген Y квадрат азайтылған X квадрат тең болады 6-ға. Осы жерден 6 мен 2-ні қысқартып жіберейік бірден, сонда 3 болады. 16X бөлінген Y-ның орнына бірден X плюс 2-ні қояйық. Сонда X плюс 2-ның квадраты азайтылған X-ның квадраты тең болады 3-ке деген түрге келеді. Сонда бұл дегеніміз X плюс 2-ның квадраты деген қысқаша көбейту формулаларымен ашатын болсақ, бұл бізде X квадрат қосылған 4X қосылған 4 азайтылған X квадратқа тең. X квадраттар жойылып кетеді. 16X бөлінген 4X плюс 4 тең болады 3-ке деген түрге келді. Сонымен, егер бөлшектің бөліміндегі 4-ті жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, бізде X плюс 1 тең болады 3-ке болады. 4 пен 16-ны қысқартамыз. Сонда 4X бөлінген X плюс 1 тең болады 3-ке деген теңдеудің түріне келді.
Енді пропорция түрімен көбейтіп жібергенде бізде 3x плюс 3-ке тең деген сөз. Осы жерден x бізде 3-ке тең. Ал x деп отырғанымыз бізде ағыстың жылдамдығы. Яғни, ағыстың жылдамдығы бізде 3 км сағатқа тең. Ал меншікті жылдамдық бізде x плюс 2. Яғни, 3-ке 2-ні қоссам 5 км сағатқа тең. Жауабында бірінші бізден меншікті жылдамдықты сұрады, яғни 5 км сағат. Және ағыстың жылдамдығы 3 км сағат деп жазамыз.